Оқыған кезіңде ең бірінші Раббыңды таны дейді. Көрдіңіз бе? Раббыңды таны дейді да бірінші. Сондықтан дүние тани, кез келген дүниеуи пән, Алла тағаласымен байланыстырылатын болса, керемет жетістіктер болады. Авторын білмей жатыр адамдар. Көрдіңіз бе? Астрономия өзінің жаратушысымен байланыстырылмай жатыр. Эмбриология өзінің жаратушысымен байланыстырылмай жатыр. Неше түрлі ғылымдар бар да, физика, анатомия. Алла тағала темірді сөйлемеп пе, Алла тағала мысты сөйлемеп пе, Алла тағала жұлдызды сөйлемеп пе, күнді сөйлемеп пе, мысалы. Сөйлемеген нәрсесі жоқ. Анатомия еш нәрсе өзінің жаратушысымен байланыса алмай жатқаннан кейін адамдарда проблема көп болып жатыр. Міне, береке сол жақтан шықпайды. Береке қашан жұғады? Иқро бисми роббика деген шарт орындалса, оқы, Раббыңның атымен сені жаратқан. Осыны мойындау керек.